Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгін біз сіздермен магистратура 2026 тестінде міндетті түрде кездесетін есептердің оңай шығарылу жолдарын талқылайтын боламыз. Олай болса, ТГО есептерінен бірінші есеп. Сіздерге мынандай геометриялық есеп берілуі мүмкін. Төмендегі фигурадағы шаршының ауданы 8 см квадрат болса, боялмаған бөліктердің аудандарының қосындысын табыңыз дейді. Сіз ол жерде ең оңай тәсілі былай жасай саласыз. Сіз өлшемдерді есептемейсіз, тек қана мына боялмаған бөліктер неше шаршыдан тұратынын таба салсаңыз жеткілікті. Яғни бір шаршының ауданы 8 см квадрат болса, онда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Барлығы 8 шаршы бар. Сіз әр қайсының ауданы 8 см квадрат болғаннан кейін екеуін көбейтесіз. Сонда 64 см квадрат боялмаған шаршының ауданы болады екен. ТГО есептерінде геометрияға байланысты кейде мынандай да сұрақтар кездеседі. Яғни, үш бұрыштың екі қабырғасының ұзындығы берілген, үшінші ұзындықтың бола алатын мәні. Біз бұл жерде үш бұрыш теңсіздігін қолданамыз. Мысалы, мына есепте берілген фигурадағы x-тің бола алатын мәні дейді. Сіз ол есепте бірінші варианттарына қарайсыз негізі. Яғни, мына бір нәрсені жазып алыңыз. Үш бұрыш теңсіздігі. Үшінші қабырға басқа екі қабырғадан ұзын болып кете алмайды, және олардың айырмасынан қысқа бола алмайды. Мынандай қос теңсіздік құрып аласыз. Яғни, мына x деген санымыз, x бізде міндетті түрде кіші болады. 4 пен 7-ның қосындысынан, екеуінің қосындысынан кіші болады, және олардың айырмасынан үлкен болады. 7 минус 4-тен. Яғни 3-тен үлкен және 11-ден кіші санды белгілеуіміз керек. Біз аралығын тауып алдық. Жауап нұсқаларын қарасаңыз, бірінші 1 деген сан тұр, 1 деген 3 пен 11-дің арасына жатпайды. Сондықтан мен 1-ді жауап нұсқасынан алып тастаймын. 3 деген сан. Қараңыздар, 3 деген сан мына жауап нұсқасына келіп тұр, бірақ бұл жерде қатаң болғаннан кейін, яғни 3 кірмейді. Сіз бұны да алып тастайсыз. С вариантында 4 тұр. 4 деген сан 3 пен 11-дің арасында орналасқан. Сондықтан біз осы саны белгілейміз. Д нұсқасын қарай салыңыз. Бұл нұсқа да 11-ден үлкен сан, яғни 12 бұл аралыққа жатпайды. Сонда сіздің жауап вариантыңыз тек 4 қана бола алады екен. ТГО-да кездесетін есептердің кейбіреуі теңсіздікке берілген есептер болады. Сол есептердің ішінде жай ғана теңсіздік шығарумен емес, одан бөлек те, яғни ең кіші немесе ең үлкен бүтін мән тап деген сұрақтар кездеседі. Осы кездер теңсіздік белгісіне мән бересіздер. Яғни қатаң емес. Мына жерде мынандай теңсіздік берілген. Егер 6 минус x кіші 3 болса, онда x-тің ең кіші бүтін мәні дейді. Сіз бірінші мына теңсіздікті орындап аласыз. 6 азайтылған x кіші 3-тен санды оң жаққа жібереміз. Минус x кіші 3, 6 оң жаққа өткен кезде теріс таңбамен өтеді. Минус 6. 3-тен 6-ны азайтамыз. Ол бізде минус 3-ке тең. Яғни минус x кіші минус 3-тен. Енді сіз x-тің алдындағы минустан құтылу үшін барлығын минусқа көбейтесіз. Ал минусқа көбейту деген барлық таңбаның өзгертеміз. Плюсті минусқа, минусты плюсқа, үлкенді кішіге. Яғни мына жерде x қалады. Сосын мына таңба өзгереді, үлкен болып, сосын 3-тен. X бізде 3-тен үлкен. Сіз 3-тен үлкен бүтін сандарды қарастырасыз. Ол сандар 4, 5, 6, 7. Мұнда жазып қойын. 4, 5, 6, 7 солай кете береді. Осы сандардың ішінде ең кішкентайы менде 4 деген сан. Жауап нұсқасынан 4-ті белгілей салады екенсіздер. Магистратура тестінде кейбір мәтіні ұзақ болып келген есептер негізінде шығару жолы өте оңай болуы мүмкін. Мысалы, мына бір есепте 12 қызыл, 15 сары, 18 көк моншақтарының барлығын қолданып, бұл жерде барлығын қолданып деп жатыр. Яғни бірдей алқа жасау керек. Әр алқадағы қызыл, сары және көк моншақтар санын бірдей етіп, қанша алқа жасауға болады. Бірдей етіп деген сөз, бірінші алқада қанша қызыл болса, екінші алқада сонша қызыл болу керек. И үшінші алқада тоже самый. Сондай барлығы біз неше алқа жасай аламыз. Яғни бұл жерде былай етіп тұр. 12-ні, и 15-ті, и 18-ді бөлуге болатын ең үлкен санды сұрап жатыр. Яғни қысқаша айтқанда 12, 15, 18-дің ең үлкен ортақ бөлгіші. Сіз осыны есептей саласыз.
ең үлкен ортақ бөлгіш бізде 12, 15 және 18 сандарының. Немесе жауап нұсқаларынан қарайсыз да 12-де, 15-де, 18-де бөлінетін санды зерттеп көрсеңіз болады. Мына жерде 12 деген сан сразу алып тастаймыз. Өйткені бізде 15 12-ге бөлінбейді. Келесі 9 деген санды тоже алып тастаймыз. 15 өйткені 9-ға бөлінбейді. Потом 5 деген вариантты қарап көрейік. Бізде 18 5-ке бөлінбейді. Сондықтан 5-ті алып тастаймыз. Және үшеуінің де бөлінетін сан бізде 3 екен. Немесе қарапайым есептеу тәсілі бұлай есептесеңіздер болады. 12-ні жіктейміз жай көбейткіштерге. 2-ге бөлеміз 6, 2-ге бөлеміз 3, 3-ге бөлеміз 1. Сіздерге мұнау екінші тәсілі. 15-ті жіктейміз 3-ке бөлеміз 5, 5-ке бөлеміз 1. Және 18-ді жіктейміз 2-ге бөлеміз 9, 3-ке бөлеміз 3, 3-ке бөлеміз 1. Ең үлкен ортақ бөлгіш дегеніміз үшеуіне де ортақ көбейткіштерді айтады екенбіз. Яғни үшеуінің де сызықшаның оң жақ бетіндегі көбейткіш болса, сол ең үлкен ортақ бөлгіш. Мына жерде 3 бар, мына жерде 3 бар, мына жерде 3 бар. Басқа үшеуінде де қайталанған сан кездеспейді. Сондықтан ең үлкен ортақ бөлгіші бізде 3, яғни барлығы 3 мұншақ жасауға болады екен. Магистратура тестінде кездесетін бірлескен жұмысқа байланысты есептің түрлері өте көп. Соның мына бір түрін қарастырайық. Арман мен Мұрат ағашты 6 сағатта кеседі, ал Асан мен Үсен олардан 2 есе жылдам кеседі. Барлығы бірігіп ағашты қанша уақытта кесетінін табу керекпіз. Бұл үшін біз мынандай нәрсе жасаймыз. Арман мен Мұратты бірінші топ деп қарайық. Яғни бірінші топ 6 сағатта кеседі. Ал екінші топ Асан мен Үсен олардан 2 есе жылдам. 2 есе жылдам деген сөз, олар 2 есе аз уақыт жұмсайды. Яғни екінші топтың құртатын уақыты 3 сағат. Сонда бірінші топ 6 сағатта, екінші топ 3 сағатта кесетін болса, екеуі біріккен кезде біз бірлескен жұмыстың формуласын қолданамыз. 1 бөлінген x қосу 1 бөлінген y тең 1 бөлінген t. Мына жерде x дегеніміз бірінші топтікі, y дегеніміз екінші топтікі, және t дегеніміз екеуінің бірге жұмсайтын уақыты. Осы жерге орындарына қоя салсаңыз болды. Сонда жазайын 1 бөлінген 6 қосылған 1 бөлінген 3 тең болады 1 бөлінген t-ға. Осы t-ны табу керек. Біз мынаны бөлшекті қосатын кезде ортақ бөлім береміз. 6 мен 3-дің ортақ бөлімі 6-ға тең. Мынаған 1-ден, мынаған 2-ден берем. Сонда 1 бөлінген 6 қосу 2 бөлінген 6 тең болады. Бұл 6 бөлінген 3-ке. Бөлшекті қысқартамыз. Сонда 1 бөлінген 2, яғни 1 бөлінген t-ға тең. Осы жерде қарап отырсаңыздар, 1 бөлінген 2, 1 бөлінген t-ға тең, пропорция орындайсыздар, t тең 2 сағат. Яғни бұл төртеу біріккен кезде жұмысты 2 сағаттың ішінде аяқтайды екен. Бұл В вариантын белгілейсіздер. Тестте кездесетін мәтін есептердің берілгенін мұқият оқу керек. Әрбір сөйлемінде керекті информация жасалады. Мысалы, мына бір есепте сағат 22:00-де ұзындығы 0,2 метр май шам тұталып, 150 минутта 5 сантиметр шам жанып кетті. Май шамның толығы мен өшетін, яғни таусылатын уақыты ровны нешеде таусылатындығын сұрап жатыр. Сіздер бірінші бастапқы майшамның ұзындығын тауып аламыз. Бізде бастапқы майшамның ұзындығы ол 0,2 метр. Яғни 0,2 метрді біз сантиметрге айналдырамыз. Ол үшін 1 метрде 100 сантиметр бар. 0,2-ні 100-ге көбейтесіз. Сонда 20 сантиметр болады. Енді майшам 20 сантиметр еді. 150 минутта ол 5 сантиметр, яғни жанып кетті, 5 сантиметрге қысқарды деп тұр. Қараңыз, 150 минут 5 сантиметрге кететін болса, яғни пропорция құрсаңыз болады. 20 сантиметрге қанша екенін табу үшін сіз бастапқы 5 сантиметрге 150 минут кетті деп қарастырасыз. Сонда пропорция орындайтын болсаңыз,
белгісіз x-ті табу үшін x-ті 5-ке көбейтесіз. Мына жақта 20-ны 150-ге көбейтесіз. Және соны 5-ке бөле саласыз. Яғни 5x тең болады 20 көбейтілген 150. Бұл бізде 3000 болады. X тең 3000 бөлінген. Мына 5-ті алып келеміз. 5. Сонда x тең 600. Яғни 20 сантиметр толық өлшеу үшін 600 минут керек. Минутты сағатқа айналдырамыз. Яғни таусылатын уақыты 600 минут. Оны сағатқа айналдыру үшін мен 60-қа бөлем. Өйткені 1 сағатта 60 минут бар. Сонда менде толық 10 сағат шығады. Ал 10 сағатта таусылатын майшам өзі 22:00-де басталған жанып. Содан қанша сағат өтті? 10 сағат өтті. Яғни 10 сағаттан кейін сағат неше болды деп сұрап жатыр. Так, біз 22:00-де бастайтын болсақ, 10 сағаттан кейін, бірінші 2 сағаттан кейін 24:00 болады. И келесі күн басталады. Келесі күнге әрі қарай 8 сағатын қоса саласыз. Сонда ровно 8:00-де мына майшам таусылып, толық таусылып бітеді екен. 2026 жылы магистратура тестінде ТГО-да кездесетін есеп. Бағандарды салыстырыңыз дейді. Бірінші бағанда x-ті сұрайды, екінші бағанда y-ті сұрайды. Және олардың үстіне теңдеулердің жүйесіне келетін екі теңдеу беріп қойған. 3x плюс 2y тең 1-ге, 14x плюс 9y тең 5-ге. Біз осы теңдеуді шығарамыз, және x-тің y-тің шамаларын орнына қоя саламыз. Теңдеуді шығару үшін маған бірінші жазып алайын. Жүйе жазылады. 3x плюс 2y тең 1-ге, 14x плюс 9y тең 5-ге. Енді біз былай жасайық. Теңдеулер жүйесі берілсе, ол жердегі бір айнымалыдан құтылу үшін олардың алдындағы коэффициенттерін теңестіреміз. Теңестіргенде қалай? Мынаның алдында 2 тұр, мынаның алдында 9 тұр. Онда бірінші теңдеуді толықтай 9-ға көбейтеміз, екінші теңдеуді толықтай 2-ге көбейтеміз. Сол кезде y-тің алдындағы коэффициенттері теңеседі. Жазайын. Көбейтілгеннен кейінгі теңдеу мында жазам. Жүйе. Так, 3x-ті 9-ға көбейтемін. 27x қосылған 18y тең 9-ға. Екінші теңдеуді жазайын. 28x қосылған 18y тең болады 10-ға. Мына жерде 18y пен 18y жойылу үшін біз бірінші теңдеуден екінші теңдеуді бағанмен азайта саласыз. Сол жақтан сол жағын, оң жақтан оң жағын. Сонда 27x минус 28x. Бұл жерден минус x қалады. Y-тар бір-бірмен жойылып кетеді. Тең болады. 9-дан 10 азайтамыз. Минус 1. Яғни минус x тең минус 1-ге, сәйкесінше минусқа көбейтіп жүрсеңіз, x тең 1-ге. Сіз бірінші x-тің мәнін таптыңыз. X-тің мәнін тапқаннан кейін не істейміз? Бірінші теңдеуге апарып қойып, y-ті таба саласыз. Яғни 3 көбейтілген 1 қосылған 2y тең 1 дейсіз. Мына бірінші теңдеуге x-тің орнына не қоя салдық? 1-ді қоя салдық. Сосын 3-ке 1 көбейтсеңіз 3, оны оң жаққа өткіземіз. Сонда 2y тең 1 азайтылған 3, 2y тең минус 2-ге, сәйкесінше y тең минус 1-ге. Қараңыз, бірінші баған x-тің мәні 1-ге тең, екінші бағанда y-тің мәні минус 1-ге тең. Осы бағандарды салыстыратын болсаңыз, әрине оң сан теріс саннан үнемі үлкен болады. Жауабы А шамасы үлкен деген жауапты белгілей саласыз. Яғни салыстырудың есептерін сіздер берілген теңдеулерді шығарсаңыздар, өте жеңіл, просто вариантын белгілей саласыздар. ТГО-да кездесетін есептердің біз бүгін көбінесе мәтін есептеріне тоқталып жатырмыз. Мысалы, мына бір есепте. Сиыр 12 айыр шөпті 2 күнде, ал қой 48 айыр шөпті одан 8 есе көп уақытта жеп бітіреді. Олай болса,
қойдың 2 күнде жейтін айыр шөп санын табыңыз дейді. Қараңыз, мына жерде сиырдың беріліп тұрған информациясы тек уақытты алу үшін ғана. Яғни біз қараймыз, мұнда 12 айыр шөпті, сиыр 12 шөпті 2 күнде жейді. Ал қой 48 айыр шөпті, 48 шөпті деп атайын, мұнадан 8 есе көп уақытта. Яғни 2 күннен 8 есе көп деген ол бізде 16 күнде жеп тауысады. Бір қой 48 шөпті, 48 айыр шөпті 16 күнде тауысады. Просто сол информацияны беру үшін маған сиыр деген информация берген. Енді бізге сиыр деген керек емес, тек қойға ғана қараймыз. Қой 48 шөпті 16 күнде тауысады. Сұрақ, ол 2 күнде неше шөп жейді? Бұны x деп қойық, және біз пропорциямен орындай саламыз. Яғни 48 шөпке 16 күн кететін болса, ол 2 күнде қаншасын жейді? Пропорция жасаймыз. 48-ді 2-ге көбейтеміз, x-ті 16-ға көбейтеміз. Жазайын. 16x тең 48 көбейтілген 2, яғни 16x тең 96, олай болса x тең 96 бөлінген 16, бұл бізде 6-ға тең. Яғни қой 2 шөпті, то есть 2 күнде 6 айыр шөпті тауысады екен. Магистратура 2026 ТГО есептерін шығару барысында кейбір есептерде есепті шығармай-ақ, есептің сұрағына байланысты варианттармен, яғни исключение вариантпен сіз жауабын бірден тауып алсаңыз болады. Мысалы, мынандай бір есеп. 6-ға еселі сандар қатарын табыңыз дейді. Сіз барлық сандарды 6-ға бөліп көруіңіз тиісті емессіз, жай ғана бөлінбейтін сандарды тапсаңыз жеткілікті. Қай қатарда 6-ға бөлінбейтін сан бар, біз соны бірден тауып, мынау қатары емес деп алып тастап отырамыз. Мысалы, бірінші қатарға қарайым. Бірінші қатарда менде 36 бөлінет, 42 бөлінет, 46 деген сан бар. 46 деген сан, ол бізде 6-ның еселігі емес. Яғни, оны 6-ға бөлетін болсаңыздар, бізде 42, яғни 7 болады да, сосын 4 қалдық қалып қояды. Бұл бізде бірінші қатарды сразу алып тастайсыздар. Екінші қатарды 28 деген сан бар мұнда. 28-ді 6-ға бөлсеңіз, 28 6-ға бөлген кезде менде 4 шығады, және 4 қалдықпен. Сондықтан екінші қатарда алып тастаймыз. Кейін, мысалы, соңғы қатардағы 70 деген санды қараңыздар. Өйткені мен 6-ның еселігінде 70 деген санды білмеймін. Сондықтан 70-ті бөліп көрем 6-ға. Ол кезде менде 11 шығады, және 4 қалдықпен. И біз D вариантында алып тастаймыз. Сонда С нұсқасында 36, 42, 48, 54, 60 деген сандар екен. Бұл жерде өте үлкен сандар кездессе де, сіз солардың ішінде 6-ға бөлінбейтін сандарды тауып алып, ол нұсқаларды исключить етіп тастайсыз. Сол кезде қалған нұсқалардан сізде өзі дұрыс жауаптан бірақ нұсқа қалады екен. Пайызға байланысты мәселе есептерде біз пропорция емес, бірден ондық бөлшек түріне айналдыру арқылы есеп шығарсақ болады. Мысалы, мына бір есепте 5 санының 125%-ын табыңыз дейді. Яғни, соны есептеңіз. Біз 125 деген санды жалпы пайызды санға айналдыруды дұрыстап түсініп алайықшы. Мысалы, 10% дейтін болса, біз оны 0,1 деп аламыз. Яғни, 2 саннан кейін үтір қоя саласыз. Мысалы, 25% десе, оны мен математикалық тілде 0,25 деп алам. Мысалы, 48% десе, сәйкесінше 0,48. Енді маған керегі 125%, яғни 100-ден үлкен пайыздарды бір көрейін. Мысалы, 110% дейтін болса, мен бұны 1,1 деп алам. Сәйкесінше 125%, ол менде 1,25. Яғни 5 санының 125% керек болса, 5-ті көбейтемін 1,25-ке. Бұл бізде ровно 6,25 деген сан шығады. С вариантын спокойно белгілей саласыз. Магистратура тестінде кездесетін мына бір есепті тақылап көрейік. Әкесі Нарболатқа 2500 теңге, Елнарға М теңге аз ақша берді.
әкесі ұлдарына барлығы қанша теңге берді? Қараңыз. Ол Нарболатқа, яғни Нарболат бізде ағасы болып тұр. Нарболатқа 2500 теңге берді. Жазып қоям. 2500 теңге. Және Елнарға, Елнар деген бұның інісі, қанша теңге аз бергенін айтпаған, оны М деген белгісіз әріппен берген. Яғни біз 2500-ден М азайтамыз. Сонда Елнарға берілген ақша 2500 азайтылған М. Былай дейді. Екеуіне, яғни ұлдарының барлығына қанша теңге берді? Біз мұна екеуін қоса саламыз. 2500 қосылған 2500 минус М. Бұл жерде сандарды біріктіре саласыз, тең болады 5000 азайтылған М деген С нұсқасы дұрыс болады екен. Магистратура тестте кейде геометрияның күрделі де есептері кездеседі. Бірақ мына бір есептің шығарылу жолына қарасаңыз, бір формуласын көріп алған болсаңыз, онда сіз бұл есепті де оңай шығара аласыз. Радиусы 4 см шеңберге іште сызылған шаршының ауданын табыңыз. Сіз бірінші шеңбер салыңыз. Шеңбердің ішінде мынадай шаршы берілген. Бізге осы шаршының ауданын табу керек. Мына ішіндегі шаршының ауданын табу керек. Ол үшін біз не істейміз? Шеңбердің радиусы берілген 4-ке тең, және радиусты екінші жаққа да соссаңыз, бұл да 4-ке тең. Сонда шаршының диагоналі ол бізде шеңбердің 2 радиусына тең. Жазып қоям. Диагональ тең 2 радиус, яғни сырттай сызылған шеңбер үлкен R-мен белгілейік. Бізде үлкен R-дің мәні берілген, яғни шеңбердің радиусы 4-ке тең. Онда шаршының диагоналі ол осыдан 2 есе үлкен, яғни 4-ке 4-ті қосып жібересіз, диагональ 8-ге тең. Шаршының диагональ бойынша ауданын табу үшін біз былай жасай саламыз. Формуласы берілген S тең D квадрат бөлінген 2. Яғни D-ны өзіне көбейтеміз, сосын оны 2-ге бөле саламыз. Бұл формуланы сіздер сразу жаттап алсаңыздар болады, бұны всегда қолдана бересіздер. Сонда тең болады D квадрат 8-дің квадраты бөлінген 2, яғни 64-ті 2-ге бөлсек, бізде ауданы ровно 32 шығады. Пайызға байланысты берілетін мәселе есептердің кейбіреуі сәл күрделірек келеді, бірақ та сіздер пайызды математикалық тілге айналдырып, содан кейін одан теңдеу құрастыра алсаңыздар, қарапайым есепке айналады. Мына бір есепте алманың бағасы 2 рет 10%-ға арзандатылғаннан кейін 324 теңге болды. Алманың бастапқы бағасын табыңыз. Қараңыз, 2 рет 10%-ға арзандады деген сөз 20%-ға арзандады дегенмен бірдей емес. Яғни, жеке бірінші 10%-ға, содан кейін екінші рет тағы да 10%-ға арзандайды. Біз бұны алманың бастапқы бағасын X деп алайық. Енді біз сандарды арзандатқан кезде немесе арттырған кезде біз 100%-дан ориентация аламыз. Яғни, сізде барлық зат бастапқы баға 100%, арзандаған кезде 10% азайтамыз, сонда 90% қалады. Яғни, бірінші әрекет кезінде сізде 90% қалды, 90%-дің математикалық тілі 0,9. Яғни, сіз бастапқы саныңызды жай ғана 0,9-ға көбейтесіз бірінші рет арзандатқанда. Екінші рет арзандатқан кезде тағы да ол бастапқы баға өзгергеннен кейін қайтадан 10%-ға арзандатқан. Яғни сіз уже көбейтіп қойған санды бұлай бөлек қарастырасыз да, тағы да 10%-ға арзандатасыз. Яғни ориентация всегда 100%-дан аласыз. 100% азайтылған 10%, бізде тағы да 90% қалады. 90%-ның математикалық тілі 0,9. Мұна санды, шыққан санды тағы 0,9-ға көбейтеміз. Сонда 324 деген сан шыққан екен. Сіздер бұлай жасай саласыздар. X көбейтілген 0,9 мен 0,9-ды көбейтсеңіз 0,81, осы 324-ке тең. Онда X тең 324 бөлінген 0,81. Яғни сіз 324-ті 0,81-ге бөле саласыз. Сол кезде бізе ровно
400 теңге шығады екен. Яғни алма басында 400 теңге болған. Одан кейін 10% арзандаған кезде 360 теңге болған. Бұдан тағы 10% арзандаған кезде 36 азайтасыз. Сол кезде 324 теңге болған. Бастапқы бағасы 400 теңге. Магистратура тестінде кездесетін ТГО-дағы комбинаторикаға байланысты есептерді формула қолданбай-ақ мына бір әдіспен шығаруға болады. Мысалы, мына бір есеп 1, 0, 2, 7, 3 цифрлары кездеспейтін, яғни басқа цифрлардан екі таңбалы қанша натурал сан құрастыруға болатынын табыңыз. Цифрлар қайталанады деп жақшаның ішіне әдейі жазып қойған. Яғни сіз 5-ті біріншіге де, екіншіге де, яғни 55 немесе 44 деген сияқты сандар болады деп тұр. Онда біз былай жасаймыз. Бірінші, мына берілген сандардан басқа сандарды жазып шығайын. 1, 0, 2, 7, 3-тен басқа сандар 4, 5, 6, 8, 9. Бізде барлығы 5 сан бар. 5 санды сіздер ұяшық әдісімен шығарсаңыздар оңай болады. Ұяшық әдісіне біз 2 ұяшық саламыз. Өйткені бұл жерде 2 таңбалы деген нәрсе берілген. Бірінші ондығына қанша цифрды қоя аламыз, и бірлігіне қанша цифрлы қоя аламыз деген сұрақ қоямын. Бірінші орынға сіз мұна 5 санның кез келгенін қоямыз. 5 түрлі әдісі бар. Екінші орынға тоже бірінші орынға қойған сияқты, екінші орынға да 5 түрлі әдіс бар. Яғни мынада 5 түрлі әдіс, мынада 5 түрлі әдіс. Онда біз 5-ке 5-ті көбейте саламыз. Сонда барлығы 1, 0, 2, 7, 3 цифрлар кездеспейтін 25 натурал 2 таңбалы сан бар дегенді спокойно белгілей бересіздер. Магистратура 2026 тестте міндетті түрде кездесетін есептердің бір типі ойын сүйегі. Ойын сүйегіне байланысты мынандай бір есепті қарастырайық. Ойын сүйегін лақтырған кезде 1-ден 6-ға дейінгі цифрлар түседі, яғни оның 6 беті бар ойын сүйегі, яғни кость. Осы сандардың жұп санның түсу ықтималдығын табыңыз еді. Яғни 1-ден 6-ға дейінгі сандар бар. Бұл бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6. Осылардың ішінде жұп сандар дегеніміз 2-ге бөлінетін сандары 2, 4, 6 деген 3 сан жұп болады, қалған үшеуі тақ сандар. Соның жұп сан болып түсу ықтималдығы деген сөз. Ықтималдық деген бұлайнан таба саласыздар. Қарапайым m бөлінген n. Осы бөлшекте m дегеніміз сізге керек сан, яғни неше штук керек. И n дегеніміз бізде барлық, яғни бізде барлығы қанша сан бар, соның ішіне нешеуі керек. Ойын сүйегінде өзі 6 сан бар. Сол 6 санның ішінде нешеуі жұп сан, соны алымына жазасыз. 3 бөлінген 6, бөлшек қысқарады, 1 бөлінген 2 болады. Яғни 1 бөлінген 2 дегенім ондық бөлшек түрінде 0,5. Біз С вариантын белгілей саламыз. Дәл осындай магистратура тестінде кездесетін есептерді оңай әрі тез жолмен шығаруды үйренгіңіз келсе, сіз біздің YouTube каналымызға тіркеліп, осы видеоға лайк басып, төменге комментарий қалдырып кетіңіздер.